Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Менің есімім Ерубаева Жансұлу Нұрмаханқызы, номер 89 мектеп лицейінің биология пәнінің мұғалімімін. Жансұлу ханым, жалпы биылғы мемлекеттік басшымыз жолдау аясында мектептеріңізде қандай шаралар немесе жұмыстар жүргізудесіздер? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы жылда беріп жатқан осы президенттеріміздің жолдауында өте көп мән береміз. Жылда танысып жатамыз. Себебі білім саласында жұмыс жасап жатқаннан кейін оның бәріне үлкен мән беру керек деп ойлаймын. Оқушылармен жұмыс жасап жатқаннан кейін. Бірақ оның ішінде бағыт болып берілгенмен, соның ішінде экологиялық бағытқа үлкен көп мән беремін. Себебі біз номер 89 мектеп лицейі экологиялық бағытта жұмыс жасап жатқаннан кейін соған көбірек үңілеміз. Биылғы 2019 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында сапалы білім бере отырып, экологиялық тәрбие беріп, биотехнологияны дамыту қажет деп тапсырма берген болатындығын, және сол биотехнологияны мектеп қабырғасынан бастау керек деп айтқан болатын. Осы тапсырманы орындауда біз номер 89 мектеп лицейі ұжымының, яғни ауласында жаратылыстану пәндерінің лабораториясы флора и фауна 3 бөлімнен тұратын пирамида салынды. Жалпы бұл жердегі флорадағы біздің осы пирамидаға мақсатымыз оқушыларға экологиялық тәрбие бере отырып, оқушылардың бойында құзыреттілікті қалыптастыру үшін көптеген өсімдіктер, боталы өсімдіктер, тропикалық, субтропикалық өсімдіктерді өсіре отырып, құстар мен балықтардың ерекше түрлерінің қол тұқымдарын шығара отырып, оларды көбейту жұмыстарымен шұғылданады. Нәтижесінде оқушылар зерттейді, қадағалайды, талдайды. Сол жұмыстардың нәтижесінде көптеген ғылыми жұмыстар дүниеге келіп жатады. Және де оқушыларға болашақта мамандық таңдауға бағыт-бағдар беріп отырамыз. Керемет. Және қосымша сұрағым бар. Жас мамандарға қандай қолдау көрсетіп жатырсыз? Жас мамандар биыл бізде жол картасымен де келіп жатқан мамандарымыз өте көп, және одан бөлек жас мамандар да келіп жатыр. Жас мамандармен жалпы қосымша біз осы жаңағы көбінесе пирамидамыздың ішінде жұмыстармен айналысады. Яғни әрбір жас маманға тәлімгер бөлініп қойған, яғни тәжірибелі мұғалімдер бірігіп отырып ғылыми жобалар дүниеге келіп жатады. Рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік, шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет.